Мақатаев 1931 жылы 9 ақпанда Алматы облысы Райымбек ауданы Қарасаз ауылында дүниеге келген. Ақын жазушы. Азан шақырып қойған есімі Мұхаммедқали, бірақ ата-анасы пайғамбарымыздың атын атамайық деп Мұқағали деп атап кеткен. Мұқағалидан басқа үйінде бір қыз 3 жыл болған, бірақ бір қызбен бір ұл туған кезінде шетінеп қайтыс болып кеткен. Мұқағалидың хоббиі үйіндегі бар жиһаздарын орнына ауыстыру. Ол шахмат ойнағанды, аң аулағанды, балық аулағанды өте қатты жақсы көреді. Оған Алматы облысы өте қатты жақын болды. Сосын ол сол жерге оқуға түсіп, сол жерден өзінің өмірлік жарын кездестірді. Оның ең алғашқы шығарған өлеңдерінің бірі «Қойшы бала Әкітай». Мен соны сіздерге айтып берсем, «Қойшы бала Әкітай». Алғыр өжет Әкітай, өзі қалып қой баққан, қозысын қорғап аялай, лағын жарға ойнатқан. Жалауда болды Әкітай, семіртіп қойын бернеше ай. Шілденің ыстық күнінде мал бағындапты жалықпай. Жалаудан қайтта Әкітай, күз болды енді түн ұзап, күзетіп қойын ұйықтамай, бөріге бермей бір лақ. Қыс болсын мейлі Әкітай, мәпелеп қойын бағады, өмірден оқып қажымай, малының бабын табады. Мұқағали Сүлейменұлы Мақатаев 1976 жылы 27 наурызда дүниеден қайтты, 45 жасында. Алайда қазір тірі болатын болса 92 жасқа келер еді.